Ассалаумалейкум жігіттер. Так, бізде не ма? Температура 100-ге дейін қызып кетіп тұр. Датчик қосылмайды. Или термостаттан, или крышкіден болуы мүмкін. Температура осылай қызып кетіп тұр, ана 100-ге дейін барады. Вентилятор қосылмайды. Соны қарайтын боламыз, датчиктен да, термостаттан да. Вентилятор қосылмайды, су қызып тұр. Предохранителін тексеретін боламыз. Крышкісінде жазылып тұрады. Вентилятордікі F7 30 ампер. F7. Мынау, міне, шетінен санағанда үшінші предохранитель. Еще балқымаған ба? Қазір замықта шүр. Мына датчикті. Или оталдырып жіберші, оталдырып көр. Охлаждающий жеткісін не сол. Термостаттағы. Тоже түйі қиылып. Ана штекерден ағып жібер. Датчикті алып тазалып жүрші. Датчик алмастырып көреміз. Датчик алмастырып түсек. Қазір бәрі Қытай ғой, любой фирма сала бересің. Мынандай сырты. Десятка, 12, 13, 15. Бәріне келесі ғой. Шайып солай атыра берсін. Біз мынандай несін алдық, штекер. Тоже старыйында түбі жүріп кеткен. Мынау старый шашақ кеткен ғой. Анау жылтыр мынау тақтап кеткен де? Осыдан да шашақ болған шығар, қызып қалсын. Шамал қысты болады. Резбе кетіп қалыппыз. Мынаны жерден ұстап, бұл проводтың қайсыға болады? Түбінен қиып жіберді. Қызылды қызылға, жаңағы қараны жасылға істеп жүрші. Мынаған сөйлеп. Екеуін жалғап жүр, қандай не бар, мен үйтетін. Жүргенімізді. Термоизоляция. Баққа капулка жақсы екен. Мынау да шашақ болған шығар осы. Проводымыз кеуіп кеткен ғой, тастайық. Жаңа былай қалай болды, мынау жасыл не ақтық. Қараны жасылға, қызылды не бар. Үстін шашқылып тұрады. Ортасына не жіберген жоқсың? Жеп түсіңізден? Астына тұрды. Изолентте бар ма? Изолентте. Мындай изоленттегеннен кейін бүйтіп сатынан өткізілмесінде сосын үйтсеңсінде. Мамай вот бұрсық болады. Так, новый штекер, новый датчик. Вентиляторды көреміз бұйырса. Крышкадан көрдік, крышка новый. Предохранитель жанбаған, нормально. Енді датчик главный, осы ненің вентилятордың қосылмауына себепші. Қазір көреміз, шамалы қыздырып, вентилятор жұмыс жасай ма. Егер де датчиктен жұмыс жасамайтын болса, значит вентилятордың өзінен. Былайша оталдырып көрейік. Ал, бисмилля, температураны қарайық, неше деп тұрған. Көрейік алып, бұдан қосылмаса 92 градуста. Так, вентилятор жасамай тұрған сияқты біздің ситуацияда. Мына егерде машина қыздырып алғаннан кейін просто замокты ашып, мына датчик снимать етесіңдер. Сол кезде вентилятор қосылу керек, вентилятор рабочий болса. Егерде қосылмаса, мына жердегі проводтарын тексеріп қарайсыңдар. Одан қосылмаса, уже вентиляторды ағытып қарау керек, вентиляторға басқа вентилятор салу керек. Датчик новый, қалған бәрі новый, причинасын бәрін алмастырдық, қарадық. Енді вентилятор. Ассалаумалейкум. Вентилятор жұмыс жасады. Причина мына проводтан. Вентилятор жасады. Бірінші тоқ жағын қарап алды, ешені сатып алмайды. Жер не қойып тұрды? Міне вентилятор қосылып тұр. 92-де қосылады. Өзі сөніп, өзі қосылып. Автомат істеп тұр. Оның крышка бәрі ауысты. Причинасы сол проводтан болды.